Сәлем достар, сіздерге сочный әрі өте дәмді болып шығатын мантының рецептісімен бөліскім келеді. Алдымен мен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Нан илеуде әртүрлі өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты илесеңіздер болады. Мен илеп болғаннан кейін оны тындыруға бірнеше сағатқа қойып қойдым. Одан кейін барып алып, егін қандырып, тағы да бір-екі рет қолмен бассаңыздар болғаны. Салмасына мен фаршты дайындадым. Енді бір тал пиязды өздеріңіздің мантаваркаларыңызға байланысты кез келген картошканы, пиязды өлшеміне қарай турап алсаңыздар болады. Маған бір тал пияз кетті. Пиязды міндетті түрде сақтап тураңыздар пісуі үшін. Турап болған пиязымызды алып, фарштың үстіне саламыз. Салғаннан кейін қыздар, сіздерге лайфхак. Тура картошканы мен секілді теркадан өткізіп салсаңыздар болады. Оңай әрі тез жасалады. Оны да барып фарштың үстіне қоямыз. Фаршқа салғаннан кейін өзіңіздің салмасының дәміне қарай менде 1 шай қасық тұз және де 1 шай қасық бұрышты қостым. Жақсылап араластырамыз. Осы кезде сұйық май қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен сұйық май қосқан жоқпын, себебі слишком сұйық болып кетеді. Енді кезекте нанымызды аламыз да, осылай жақсылап илеп 5 минутқа қоямыз. Сосын жаямыз. Жайғаннан кейін 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз да, салмасын салып түйеміз. Түйудің неше түрлі әдісі бар, бірақ мен қарапайым түйуді таңдадым. 30 минутқа буғап пісіреміз. Міне менде осындай керемет сочный болып шығатын манты дайын болды. Мен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.